Бірақ оның мекен-жайын біз істейміз. Не істейміз дегенде? То есть ақшасын алып қоямыз. Иә. Бірақ оның үйіне қалай кіреміз? Біз оның үйіне кешке қарай барамыз. Кешке? Иә. Не бар кешке? Сосын автобустар тоқтап қалмай ма? Ой, елестетші. Ақшасын бәрін алғаннан кейін комфорт таксимен үйге қайтпаймыз ба? О, іштейді екен. Иә. Ауылға барып дым жылай жоқ жер. Ой, мен сен орында болсам баратын едім. Баратын едім. Барасың ба, мен орныма? Жоқ, өзім бар. Серго, інім, тыңдашы. Егер де мен орныма сен ауылға баратын болсаң, қалаған наушнигімді әперемін. Шынымен ба? Иә. Жолға қашан шығу керек? Қаш шығамыз? Қазір? Иә. Неше күнге сонда? 5-ақ күн. 5 күн? Бірақ кайф, қорытмай, қымыз ішесің. Я сондай ғой. Мен Дубайға кетейін, сен ауылға баршы. Ай арамын, мен ауылға жер өзің Дубайға кетесің ба? Түсінесің ғой енді. Үстесің ғой, енді үстесің. Ауылдың үлкен кішісі бізге тіркелген. Бізге ауылды көрсете беру керек. Бірақ көрсететін дым қалмады ғой. Сол үшін бізге жаңадан жаңалық табу керек. Бірақ не жаңалық жасаймыз? Ауылдың шетіне материк құлады дейік. Оны қайтып көрсетеміз? Оңай ғой, тастарды басқа түске қойып тастайық. Ой, сосын телеарнадан келеді, оны зерттейді, сонымен өтірігіміз ашылады да зор боламыз ғой. Не өтірігін жасырып жатсыңдар? Ешқандай. Адам зәресін алдың ғой. Енді өздерің қойып отырып алып бірнәрсе ұйымдастырып отқан. Не ұйымдастырамыз? Жаңалық іздеп отырмыз. Ой, сендер де қоймайсыңдар, иә? Әсем, осы сен ауылдың шпионсың ғой, көмектесші бізге. 50 теңге берсеңдер көмектесе. Болды онда. Мен кеттім онда. Лақтырып кетпе. Ой, мен сендерді лақтырам ба? Сендердің концерттері менің арқамда жүріп тұрған шығар. Иә, сол үшін саған тағы да 50 теңге. Мен кеттім онда, кешке дейін ақшаларын дайындап қойыңдар. Мақұл. Жансая, суық әлемді құтқарады дейді ғой, білесің бе? Қойш, сонда біз әлемді құтқарып жүрміз бе? Иә, біз болмасақ әлем қирайын деп тұр ғой. Соны айтсай. Сендер болмасаңдар да әлем тіршілігін жалғастыра береді ғой. Сен қайдан келдің? Қайдан болушы еді? Есіктен? Так, біз енді көшеге шыға берсек болады. Сонша сәнденіп шығасыңдар, бәрібір ешкім қарамайды ғой сендерге. Ой, қойш айналайын, ал мен өзіңе қарап алшы, қарамайды емес, қарайды так. Иә, қарайды сендерге. Көшеде пададан кетіп баратқан сиырлар бұрылып. Ойбай, нағыздар боянып алыпты дейді ме? Туй, әзілдемеш. Иә, жалпы ауылда не жаңалық болып жатыр? Ауыл тыныш сол. Сендерде жаңалық жоқ па? Қандай жаңалық сонда? Енді сендер орталық жақта көп жүресіңдер ғой. Одан да орталық жаққа шығып өзіміз көріп шығайық. Иә, солай істейік. Мен де ақымақпын негізі, тек беттеріне қарай беретіндерін жаңалық сұрап. Әсем, онда біз кеттік. Аға, Ау, інім. сіз Дубайға қашан кетесіз? Сен ауылға кеткесін келем мо? Мен сонда сіздің чемоданыңызға да тимеймін ба? Сен өзің айтқан жоқсың ба барам деп. Енді сөзіңде тұруың керек сесің. Мен сөзімде тұрам. Сен ауылға Серік болып барасың, ал мен осында Әли болып қаламын. Не үшін? Ол ұзақ әңгіме. Давай бүгін жолға шығып кет. Тек армандағы наушник үшін баратырмын. Не болды тағы? Бір түрлі ішін тартпай тұрғаны. Неге? Просто Серікбалға ұсталып қалсақ. Ұсталмаймыз. Жарайды, бірінші оның қайда екенін біліп алайық. Иә, дұрыс айтасың. Звондап көреміз бе? Телефон нөмірін де білеміз ғой оның? Ой, домашний бар ғой. Иә. Мә, звонда. Сен звонда. Сен. Звонда. Сен. Махмет. Алло, сәлем тебе. Сербон телефонға бола ма? А? Не дейсіз? Ол ауылға кетіп қалған? Ауылға кетіп қалған? Иә, ол ауылда. Енді не істейміз? Біз оның артынан баруымыз керек. Қай ауылда екенін де білмейміз ғой. Вот, мен білем оның қай ауылда дүниеге зерттеген ғой мен. Кеттік. Ауылға да келдім. Армандаған наушнигімді алам да, қорытмай, қымыз ішіп, қайтадан қалаға қайтып кетем. О, ауылға бөтен біреу келген бе? Сәлем, сұлу қыз. Маған сұлу деп айттым, мен сұлумын. Я тыңдап тұрып. Қарындас, Асылзат апаның үйін айтып жібересіз ба? Асылзат апаның? Иә. Наяқта? Кешіріңіз, жолды көрсетіп жібересіз бе, тағы адасып қалсам? Жол? Жүр ал кеттік. Сұлу қыз, жол сұрап тұрыңыз. Біздің ақшамызға ауылды қала қылуға болады екен. Не дейді? Ауылды қала қылуға болады деймін. Ой, қойшы, сенде ақша да жоқ қой. Ой, менде ақша деген көп. Қаншалықты көп? Өте көп. Рас па?
Иә, солай. Демек баймын де. Иә. Осы сенің атың кім? Менің атым Серго, сенің атың кім? Менің атым Әсем. Мен осы ауылдың шпионы болам. Осал ма? Білмеймін. Осал болса болар еді. Тағы да сандалып іздеп жүруге шамам жоқ. Точно осал. Мына фотосынан нәтижесін көрген мен. Сен ақ бәрін зерттеп жүреді екенсің. Бірақ сен зерттеген арқасында жұмыстарымыз жүріп жатыр ғой. Иә? Енді ол мен ғой. Ең тезірек ақшаны алып, жұмысымызға құю керек. Және детективтер компаниясын дамытуымыз керек. Оған да аз қалды. Мақсатымызға жақындап қалдық. Тездетейік. Әсем бізді лақтырды ғой. Иә, лақтырды. Со ғой. Одан да бірдеңе түсірейік. Біз шыққан кезде мыналар да шығып қалу керек қой. Иә, өзімізді осылардың жанында жайылсызын алмайтын болдық қой. Иә, тезірек кетіп қалса екен осылар. Со ғой. Естіп тұрмыз негізі. Бір емес 4 құлағымызбен. Ой, кешіріңдер қыздар, байқамай қалдық. Қыздар! Не қалды? Қоя тұрыңдаршы. Біздің ауылға бір шіріген бай бала келді ғой. Не? Вот міне жаңалық. Қазір ол қайда? Сәлем қыздар. Біз осы ауылдан Серго есімді жігітті іздеп жүрдік. Иә, оның қай екенін білесіңдер ма? Мен білем оның қайда екенін. Онда біз тезірек сол жерге апар. Жүріңдер кет. Демек онымен біз бірінші дос болуымыз керек. Бірақ бізге пайдасы бар ма? Пайдасы бар. Ақшасын алып қаламыз. Сонда Әсемнің айтқаны рас болғаны ғой. Оны бірінші біз қолға түсіруіміз керек. Не істейміз? Енді үйінің алдына келіп тұр қой, танысып дос болып алайық. Ялам мен өзің басташы. Той, енді жарайды. Танысуды өзім бастай. О, қыздар, Сәлем, қалайсың? жақсы өздері. Шүкір, жақсы. Ауылға қаладан бала келді деп естідік. Сол себепті сенімен танысуға келдік. Біз осы ауылдың менмін дейтін қыздар боламыз. О, қуаныштымын. Біз де сенімен танысқанымызға қуаныштымыз. Ауылдарың таза, тыныш, маған ұнады. Иә, біздің ауыл деген керемет қой. Мен ауылға кеше келгем, ішім пысып зерігем бада едім. Сендермен дос болатын болдым. Уайымдама, біз бармыз ғой. Енді зерікпейсің. Серго деп оны таппай қала бердік қой. Ауылдарда үлкен екен, Иә, енді қанша деген байдың баласы ғой, үлкен болады да. Ең тезірек ақшаны алып, жұмысымызды үлкейтіп, ремонт жасатып. Қайдағы ремонт? Іші нормально. Одан да Сергоны тауып, одан кейін ақшасын алып, ары қарай ақшамен не істейтінімізді өзіміз шешеміз. Түсінікті ма? Ауылдың қыздар ұян, ұялшақ, төшет. Бірақ бұяқтың қыздар өздері келіп танысады екен. Красавчикім бар. Сәлем ауылдастар. Ауылда бізде жаңа қонақ. Я достар, есімің? Серго? Біз Серго, ауылдың блогерлеріміз. Бә, сен неге камераны алдыма тақап қойып та қоям? Жаным болмады ғой. Қайда шықтың, Серго? Сол ауылды аралап, Ауылды қаласаң аралатайық. қас емеспін. Кеттік. Қайда кетіп қалды өзі? Іздеймін деп аяқтарым ауырып кетті ғой. Или оны біреу ұрлап кетті ма? Бұл ауылда оны кім ұрлайды дейсің? Ақшасының бар екенін білсе барды ұрлап кетеді ғой. Оның ақшасы бар екен, бәріміз білеміз ғой. Сен кімсің дағы? Мен осы ауылдың шпионымын. Сендердің ойларың жаман екен, басында-ақ білгем. Біздің ешқандай жаман ойымыз жоқ. Иә. Шындықты айтыңдар, әйтпесе барлығын ауылға жайып салам. Жарайды, бізге ақша керек. Иә. Біз Сергоның ақшасын алсақ болды. Бұл ауылдан кетеміз. Айтпақшы. Если сен бізге көмектесетін болсаң, онда біз саған ақшаның жартысын береміз. Рас па? Иә, рас. Сонда мен не істеуім керек? Сен ол үшін бізге Сергоның қайда екенін тауып беруің керек. Ол апасының үйінде емес пе? Ол апасының үйінде жоқ. Онда жүріңдерші кеттік. Айттым емес пе сендерге? Олар допаң айта алған деп. Міне, іздеген адамдарым. Қасындағылар кім? Біздің ауылдың блогерлер ғой. Онда оларға сәл көрінбей тұрайық. Солай де Серго. Өзің қарапайым адам екенсің. Ақшасы бар деп ешкім айтпайды. Түсінбедім. Ой, сенің ашық жарқын керемет адам екеніңді айтып жатыр ғой. Солай ма? Сонда сендер кәдімгідей блогерсіңдер ма? Иә, біз ауылда не болып жатыр барлығын түсіріп жүреміз. Ауылға еще не керек, бәрін салып, халықтың мұқтажымен бөлісіп отырамыз. Ал оқырмандарың қанша? 300. 300 мың? Қайдағы 300 мың? 300 адам ғой. Еще оның 200 накрутка. Қане, көрсем бола ма? Иә. Міне. Сонда сендер ауылдағы төбелестің бәрін салып отырасыңдар ма? Тек қана төбелес емес, бәрін саламыз. Кім қырылып жатса, сонда боламыз.
зато бізді көреді да тоқтап қалады. Әрі біз ұрыс жанжал тоқтатушылармыз. Дұрыс. Ертең жолыққанша, Серго. Сау болыңдар. Құтылдым ауына қыздардан. Алло, аға, қаяқтасыз? Мен Дубайдам. Ой, тезірек келіңізші, мына қыздар сіз жынды ма? Келеді, әңгімелеседі, қыдыртады, әңгіме айтады. Қандай қыздар? Не әңгіме туралы айтып тұр? Ал әңгімеге келгенде ақша туралы сұрайды. Болды енді, не болса да сұрай тұр. Иә, әйтпесе мен мына қыздардан қорқамын, тезірек келіңіз. Мына ауылдың қыздары оны жалғыз қалдырмайды ау. Оны одан да ұрлайық. Вот бағана мен айтам деген идея осы ғой. Бірінші оны қыздардан ажыратып алу керек. Мен қыздарды айналдыра тұрам. Енді шешке кірсейік. Ауылдың қыздар жаман пысық екен ғой. Иә, алдымызды орап алды ғой. Енді ауылдың қыздары ерекше пысық болады ғой. Ал, үйіне келіп кетті. Енді не істейміз? Күтеміз енді шыққан Сергоны. Ана жерге отырайық. Ей, қыздар неғып өртеге болғансыңдар? Ерте емес, Серго. Біз сені ертіп алып кетуге келдік. Қайда? Жүрсеңші, еле барғың келмей тұр ма? Жоқ, қуана барамын кеттік. Жүр онда. Серго, сен осы немен айналысасың? Ақшаң көп пе? Ақшам көп, жақында бір наушник алам. Охо, күшті. Серго, сен осы ақшаны қайда сақтайсың? Мен ақшамды Үмкәр, анау Серго ма? Иә, сол ау деймін. Қыздар тұрды. Ойбай, не болды? Бададан сері қалып кетті ме? Жоқ, біз Сергодан қалып кеттік. Той бірше ауылдың қыздар алдымызды орап кете берді ғой. Иә, бізге басқаша әрекет жасау керек. Менде бір идея бар. Анау қайда жүр? Тезірек ақшамызды алсақ болар еді. Бізге оның ақшасының қай жерде тұрғанын біліп алу керек. Иә, біліп алу керек. Серго, сен жарайсың. Дәл айтылған уақытта келдің ғой. енді менде жігіттер қыздар күттіртіп қоймайды ғой. О, Серго, осы сені бай дейді ғой. Иә, жақында бір наушник алам. Егер де сен бай болсаң, ақшаңды қайда жасырасың? Білмеймін, бір жерге тық қоятын жаным. Кеттік па? иә, кеттік. Мынада өз ақша бар ма? Байлар өздерін әдейі осылай істейді. Бізге бәрі біліп алу керек. Қалай да болмасын. Қашан оянатын да? Сол, әлі ұйықтап жатыр ма? Ұсталдың ау ақыры. Сен іздейміз деп сандалып кеттік қой. Соны айтам. Мен айтшы, мына екеуінің қасына шықпай. Иә. Ақша қайда? Айт бол тез. Ешқандай ақша жоқ оның. Не дейді? Ешқандай ақша жоқ. Сен білмесең, біз қайда білеміз ақшаны? Иә, қайда ақша? Айт бол тез. Мен апаның үйіне барып келем. Мақұл. Бол тез, айт. Қайда ақша? Айт. Ақша жоқ. Ол да бір қиын адам екен. Тез-тез іздеш. Біз онымен дос болады деп ойлады ма? Ой, ойласа да ойламаса да бәрібір емес па? Тезірек іздеш. Еще қыздар қайда апарасыңдар дейма? Фуй. Ой, тезірек іздеш. Оданша ойланайық, қайда жасыру мүмкін? Кез келген жерге соқта іздеш. Бұл ісіміз дұрыс емес. Тұра енді сенікі дұрыс, менікі дұрыс деп. Үйдегілеріне ұстап қалсақ? Уайымдама, бәрі тоғыда жүр. Смело кіре бер. Тоқта. Апасынан ұстап қалсақ қанаттан зор екен демейді ме? Позор. Айтамыз да Сергоға пранса үшін келдік деп. Білмеймін, саған сенім. Сендер не үшін жүрсіңдер? Сендер ше? Біз жай? Біз Сергоға келдік. Соған тығылып кіресіңдер ма? Қойш, өздеріне тығылып шығып бара жатсыңдар ғой. Ақшаға келдіңдер ма? Ол жоқ. Алып қойдыңдар ма? Жоқ, ақша тімен жоқ. Алдаған ба бізді? Рас, бірақ ақшаны олар бірінші алып қойған. Кім? Әсеннің қасында жүрген қалалықтар. Соры болуы мүмкін бе? Нақты солар. Олай болса, іздеуге кеттік. Сендер кімсіңдер тағы? Міне Серго, босатыңдар. Сендер оны неге қинап ұстап отырсыңдар? Босатыңдар. Босатпаймын. Босатыңдар. Ақша қайда Серго? Ешқандай ақша жоқ онда. Ақшаның қайда жасырылғанын айт. Тоқтаңдар.
Бұл нағыз Серго емес, нағыз Серго, міне. Бұл менің інім. Оның есімі Алинұр. Мен мұны өзім Дубайға кетем деп алдап ауылға жібердім. Сонда ақшалар қайда? Қыздар, сендер іздеп жүрген ақшаның барлығы балалар үйіне бөлініп кетті. Оңай ақшаға ұмытқандарың дұрыс болмады. Болашақта өз еңбектеріңмен табасыңдар деген үміттемін. Мә, сонша уақытымызды алдыңдар ғой. Енді ақша үшін бұндай тірлікке бармаңдар. Аға, менің наушнигім. Міне сенің наушнигің. Қолын шешіндерші нәң. Менің армандап жүрген наушнигім. Check the mic and make sure it sound right, boys.